Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте керемет, жұмсақ, бір жасағаннан өте керемет болып шығатын ашытқысыз шелпекті жасап көрсетемін. Бұл шелпекті асыққан уақытында, уақытыңыз тығыз кезінде жасай аласыздар. Өте керемет және де жұмсақ болып шығады. Ол үшін біздерге ең маңыздысы бұл жерде айранымыз жылы болуы керек. Алдын ала тоңазытқыштан шығарып қойыңыздар. Енді айранымызды алып, бұл жерде айран маңызды емес, менде кәдімгі ашып тұрған айран. Мен бір күн алдын түңгілік жаңағы шығарып қойдым. Енді осы күндіз күні пісіріп алып жатырмын. 10 минуттың ішінде дайын болады. Еш уақытыңызды да алмайды. Айранымызға ас содасын саламыз. Көз мөлшерімен қасықты толтырмай жартысын салсаңыздар да жеткілікті. Енді осы айранымыздың үстіне ас содасын салдық. Аз мөлшерде қант және де тұзымызды салып жақсылап араластырып аламыз. Міне жақсылап араластырып алдық. Енді осы массамыздың үстіне еріп тұрған сары майымызды саламыз және де жақсылап араластырып аламыз. Достар, комментарийға жаман пікір қалдырмасаңыздар, мен өткендерде қазір менің сезондық аллергиям болғаннан кейін мұрным бітіп, кәдімгідей даусым өзгеріп, маңқаланып сөйлеп тұрамын. Оны көбісі маған астына комментарий жазып қойыпты, сақау. Енді бұл мен әдейі істеп тұрған жоқпын, кәдімгі мұрным бітеліп, аллергиям осындай уақытта менің аллергиям қозып, кәдімгідей әбішіп қаламын. Сондықтан даусыма мән бермесеңіздер. Міне, ұнымызды да салып алдық, жақсылап енді жұмсақ қамыр етіп илеп аламыз. Бұл шелпектің бір жақсы жері, ешқандай да бұның ашуын күтпейміз. Қамырымыздың көтерілуін және де жылы жерге қоюдың да қажеті жоқ. Ең басты бетін жауып, бір шетке 10 минутқа қалдыра тұрасыздар. Міне, қамырымызды илеп алдық. Ешқандай да қолымызға жабыспайды, ешқандай да липке болмайды. Ең бастысы осындай жұмсақ қамыр етіп иленіп алады. Және де бетін 10 минутқа жауып қоя тұрамыз. Қамырымыз дайын болды, 10 минут демалды. Енді бастап пісіріп ала берсек болады. Енді осы қамырымызды 7 бөлшекке бөліп аламыз. Қалауыңызша мен аз мөлшеріне бауырсақты да пісіріп алдым, жартысын осы шелпек пісіріп алдым. Енді осыны 7 бөлікке бөліп аламыз. Міне мен қамырымызды 7 бөлікке бөліп алдым. Және де енді осындай домалақ етіп формасына келтіріп аламыз. Және де бір шетке қойып, бір қамырымызды алып, жұқалап жайып, қызып тұрған майымызды пісіріп ала береміз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін вилканың көмегімен ішін шұқып шығып жіберіңіздер. Қамырымыздың себебі піскен кезінде, майға түскен кезінде ісіп кетуі мүмкін. Міне қамырымыз дайын болды. Енді қызып тұрған майымызды пісіріп ала береміз. Достар, менің каналым ұнаған болса, міндетті түрде тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетсеңіздер, және де төмендегі пікір қалдыратын жерге өз пікірлеріңізді қалдырып, мені қуантсаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сондықтан каналымнан алыстамай, осы видеоны соңына дейін көріп, қолдап жіберсеңіздер. Міне қыздар, шелпегіміз дайын болды. Ешқандай да іштері нығыз емес, әп-әдемі жұмсақ шелпек болып шыға келді. Сіздерге де осы шелпекті пісіріп көруге кеңес беремін.
уақытыңыз тығыз кезінде пісірсеңіздер өте керемет, және де 10-ақ минуттың ішінде дайын болды. Сау саламат болыңыздар.